Қайырлы күн, миллионерше ханымдар, оқырмандар. Бүгін сіздерге ақшаны қалай өзімізге магнитше тарта аламыз деген тақырыпта видео түсіретін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге өте пайдалы видео болмақ. Ақшаны өзіңізге магнитше тартқыңыз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Пост пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ақша ол энергия. Тірі энергия, құлағы жоқ, бірақ естиді, аяғы жоқ. Бірақ құрметпен қарамасаң, ол сенен тез кетеді. Ол барлығын сезеді, ол өзін құрметтеуді қажет етеді. Егер сіз ақшаға немқұрайлы қарасаңыз, оны зұлымдық деп санасаңыз, ол сізге келгісі келмейді. Көшеде жатқан ақшаны, тиындарды алмасаңыз, мыжылған купюраны менсінбесеңіз, сіз өзіңізді байыту мүмкіндігінен айырасыз. Ақшамен дос болыңыз. Ақшаны мыжып-мыжып қалтаңызға салуға болмайды. Сосын ақшаны носки тағы басқа солардың ішіне салуға мүлде болмайды. Ақшаны жақсы көрген кезде ол сізге оңай әрі тез келетін болады. Ең алдымен өзіңізге әдемі әмиян сатып алыңыз. Бұл ақшаның үйі. Әр адамда әртүрлі түс болады. Алабажақ немесе аңдардың суретімен алуға болмайды. Және әмиянға чек, ақшасы жоқ карточка, болмайтын суреттер салудың қажеті жоқ. Оның орнына банк карточкалары, қолданыста жүрген банк карточкалары, ақшалар, тиындарды салып отыру керек. Қолыңызға қандай дәрежедегі купюра болса да, қолға жиі ұстауға тырысыңыз. Олардан сіз ақша энергиясын алып жатқаныңызды сезінесіз. Кез келген ақшаға ризашылықпен және құрметпен қараңыз. Ақшаны қимай тұрсаңыз, былай деңіз: мен өзіме байлық, денсаулық, молшылық сатып алып жатырмын деп, оларға алғыс айтып, рахмет айтып шығарып салыңыз. Осылайша ақшаны өзіңізге магнитше тартатын боласыз. Баршаңызға молшылық тілеймін. Төменге: мен байлық, денсаулық, молшылық сатып алып жатырмын. Осының барлығына алғыс айтамын, рахмет деп жаза кетіңіз. Баршаңыз байқуатты миллионерше болыңыздар. Әмиян түсін анықтау, есептеу туған күн бойынша WhatsApp нөмірге жазсаңыздар болады. Есептеу бағасы 500 теңге. Сау болыңыздар, келесі видеода көріскенше.